Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым. Бүгін мен Барселона қандай құрамда ойнаса, Лига Чемпионовты ұта алатынын айтамын. Бұл құрама 4-2-3-1 үлгісімен ойнайды. Қақпада Тер Штеген, әлемнің ең мықты қақпашыларының бірі. Қорғаныстың оң жағында Сержиньо де Солиде. Ол Барселона командасына осы жазға қосылды. Орталық қорғаушылардың біріншісі туриндік Ювентустың ойыншысы Матиас Делик, екіншісі Ла Масия атлеті қазіргі Ман-Сити құрамасында ойнап жүрген Эрик Гарсия. Қорғаныстың сол жағында Гримальдо ойнайды. Ол да Ла Масия атлеті. Бізде 3 жартылай қорғаушы болады. Топты алып жүретін ойыншы керек. Әрине, ол Френки де Йонг. Оның жанында бүкіл қара жұмыс атқаратын Эндизи және олардың үстінде Филиппе Коутиньо. Коутиньоға бұл құрамада еркіндік беріледі. Сол қапталдан шоу жасайтын ойыншы Ансу Фати. Оны қазір бәрі екінші Месси деп жатады. Мен бұл пікірмен толықтай келісемін. Оң жақ шабуылшы Антуан Гризман өте талантты ойыншы. Гризман Месси тұрғанда керемет ойын көрсете алмайды. Себебі екеуінің ойын үлгісі бірдей. Екеуі бір-біріне кедергі келтіреді. Команданың тоғыздығы Лаутаро Мартинес. Қазіргі Интер сапында ойнайды. Месси қай жерде десеңіздер, ол қосал құрамда. Себебі ол қазір 90 минут ойнауға физика жетпейді. Кез келген сәтте Гризманды ауыстырып, команда құлдыса алады. Менің ойымша Барселона осындай құрамда ойнайтын болса, Чемпионды ұта алады. Өз ойларыңызды комментарийға жазып қоятыңыздар. Сау болыңыздар, көріскенше күн жақсы.